Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен жаңа бір тақырыбымызды бастаймыз. 15-17 ғасырлар аралығындағы қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы дейді. Жер бетінде қаншама мемлекет, қаншама халық болса, сол халықтың өзіне тән мәдениеті, салт дәстүрі, әдет-ғұрпы, сонымен қоса шаруашылығы болады. Бүгінгі біздің сабағымыз өз халқымыздың ата-бабамыздан қалған дәстүрлі шаруашылығына тоқталатын боламыз. Жалпы қазақ қоғамында шаруашылықты екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі бұл көшпелі шаруашылық. Қазақстанның халқының 65-70% осы кәсіппен ісе тұрса, 30%-ға жуығы отырықшы шаруашылықпен айналысады. Енді осы шаруашылықтар Қазақстанның қай аймағында дамыды дегенге тоқталатын болсақ, мынау біздің Қазақстанның кең байтақ даласы. Осы Қазақстанның солтүстігі, солтүстік шығыс, орталық Қазақстан және батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, солтүстік шығыс Қазақстанның тұрғындарының басым көпшілігі көшпелі мал шаруашылығына айналысты. Енді бұл көшпелілік дегеніміз не? Көшпелілік дегеніміз бір орыннан екінші орынға қоныс аударуды айтады. Көшпелілік біздің бабаларымыз маусымдық көшті жақсы пайдалана білген. Маусымдық көш дегеніміз 4 жыл мезгіліне байланысты ауа райының жағдайын есептей отырады. Яғни орын ауыстыру. Қыс қыстауға, көктемде көктемге, жаз жайлауға, күз күздеуге. Әрбір айдың арасы мезгілдің арасында. Яғни 3 айдан есептеп көшіп отырған. Мысалыға, солтүстік өңірдегі көшпелілер 1500 шақырымға көшсе, орталық шығыс жақтағылар 500 шақырымға дейін көшіп отырған. Енді көшпелілер тебіндік жайылымды дұрыс таңдай білген. Бұл тебіндік жайылым дегеніміз, мысалға, жылқы мен қойдың, мінекей, мынау сіздерде жылқы, мынау қой, 4 түлік мал осы екеуі қысты күні қар астынан өз тұяғымен қарды аршып, шөп алып жей алады. Соны тебіндік жайылым дейді. Сондықтан бабаларымыз жылқы мен қойды көп өсірген. Мысалға, жылқы ол ер қанаты, ат деп жатады. Бабаларымыз жылқыны көңіл ерекше бөлген. Мысалға, сақтардың өзінде жылқыға қанат бітіріп, оны қырақ деп өздерінің нышандарына қолданған. Жылқының жалпы бізде 2 түрін көп өсірген. Бірінші қағанат жылқылар, жүйрік жылқылар, екіншісі жабынды, яғни шаруашылыққа арналған жылқыларды өсірген. Сонымен қатар, ірі қара дейді, сиыр малында бізде қазақтар өсірген. Ал біздің батыс өңірде шөлде далалық жерлерден түйені де олға өсіріп ұстағандығын біз білеміз. Енді құрметті оқушылар, біз қазір сіздерменен сыртта жүрген, жайылымда жүрген қойды атқа мініп қайтарып келуге барып келейік. Аулап күн батса қырдасы, кетуші қалқадай сырғасы, ұмытсам сол күнді, сол күнді кешмені, есте ғой дариға, жайлау кештері. Ай туып жұлдыздар жанғанға, қол созып көктегі арманға, жүргенге жүректен өшпеді, жақсы еді дариға, жайлау гүл кештері. Жүргенге жүректен өшпеді. Біздің үйге
тапсырмам бірінші қазақ халқының жылқы малына неліктен ерекше көңіл бөлді, жылқыны туралы қазақтар неге жылқыны сондай жақсы көрді, оған ерекше көзқараспен қарады. Осыларға жауап бересіздер. Екінші